Сәлем достар, бүгін мен сіздермен маған ақша жинауға көмектескен бір ғана техникамен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, колокольчик басып, видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Мөлдір. Мен 6 жылдық тәжірибесі бар қаржы экспертімін және инвестормын. Өзім Инстаграмда шағын блогымды жүргізем. Ол жерде қаржылық сауаттылық, ақшаны басқару, оны жинау және көбейту бойынша пайдалы ақпараттар беремін. Бұрын соңды мен де өзім ақша жинай алмайтын едім. Ақшамды аламын, яғни жалақымды, зарплатымды аламын. Ол ақшаны бірден шығындарды төлеп жойып жіберетін едім. Соңында шығындарымды өтеп болғаннан кейін барып, қалған ақшаны жинайын деп ойлайтын едім, бірақ ол ақшам тіпті келесі зарплатама дейін жетпейтін еді. Сондықтан мен осы техниканы пайдаланып бастадым. Бұл техника сначала заплати себе деп аталады. Бұл техниканы мен «Самый богатый человек в Вавилоне» деген кітаптан оқыған болатынмын. Сол жерде айтылған, ең бірінші кем дегенде өзіңнің жалақыңның 10%-ын басқа счетқа аударып жинап тұруың қажет. Яғни қолыңызға жалақыңызды алғаннан кейін соның 10%-ын, мысалы зарплатыңыз 200 мың теңге болса, 20 мың теңгені бірден депозиттік счетқа жіберуіңізге болады. Және ол ақшаға мүлде тиіспеуіңіз керек. Мысалға, сіздің зарплатыңыз 200 мың болса, соның 20 мыңын сразу сол счетқа жібересіз. Сізде 180 мың теңге қалады, сол 180 мың теңгені ғана жаратасыз, жұмсайсыз. Былай қарағанда 200 мың теңгеге өмір сүр, 180 мың теңгеге өмір сүр, қатты бір разница жоқ. Сондықтан осы техниканы жасап көріңіз және ақшаңызды жинап бастаңыз. Ал егер де сіз жоқ 10%-ын жинай алмаймын мүлдем дейтін болсаңыз, онда ең болмаса 1000 теңгеден болсын, 2000 теңгеден болсын, 5000 теңгеден болсын жинап бастаңыз. Бұл жерде ең маңыздысы тұрақтылық пен жиілік. Және ақша жинаудағы сіздің мақсатыңыз. Көбіне біздер мақсат қоймаймыз, сондықтан да ақшамызды жинай алмаймыз. Келесіден бастап, ең бірінші жалақыңыздың 10%-ын өзіңізге төлеп бастаңыз. Бұл менің YouTube-та түсіріп жатқан ең алғашқы видеом. Қолдау білдіріп, лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Және комментарийге сіз ақшаны қалай жинайсыз, соны жазып кетіңіз.